Қазіргі уақытта енді өздеріңіз білесіздер, біздің өңірдің өзінің климаттық жағдайымен және географиялық тұрғыдан үлкен су маңына орналасуымен ерекшеленеді. Яғни бізде тек бір су айдыны, ол Каспий теңізі, бұл халықаралық маңызы бар теңіз. Каспий теңізінде кәсіпшілік балық аулау ата-баба заманнан жүргізіліп жатырған кәсіп. Қазіргі таңда кәсіпшілік балық аулау бойынша біздің Маңғыстау өңірінде 11 мың тоннадан астам квота бөлінеді жыл сайын. Біздің бөлінетін квота Қазақстан бойынша мысалы Каспий теңізінен 1 шілдеден 30 маусымға дейін. Соның ішінде осы Каспий теңізінде мекендейтін балықтар, яғни шабақ, килкі деп айтамыз, кефаль, сазан, көксерке, табан, тағы да басқа балық түрлері бар. Енді біздің Каспий теңізі өздеріңіз білесіз, солтүстік жағы мына Жайық, Қиғаш өзеніне қарай, Атырау облысына қарай болады да, біздікі кішкене тұзды жер болғаннан кейін Маңғыстау өңірі солтүстік жағы деп нетіледі, орталық деп айтылады, теңіздің орталығында. Ол жерде кәсіпшілік балық аулау бізде Каспий теңізінің жағалауында 33 кәсіпшілік балық аулау учаскесімен бекітілген, яғни әкімшілік шекара шегінде Маңғыстаудың. Қазіргі таңда 24 учаске 16 табиғат пайдаланушыларға бекітіліп беріп отыр, 9 резервте. Яғни қазіргі уақытта 11 мың тоннадан осы 2023 жылы берілген лимиттен бүгінгі таңға дейін тек қана 4 мыңға жақын квота игеріліп отыр. Бұл әлі де квота лимит бар. Банағы балықшылардың тарапынан уәжін айтып отырған қаншалықты, қандай олардың тіріліп тұрған мәселе не екенін қазіргі уақытта олардан енді алды уақытта олармен жиын өткізуге дайынмын. Түпқараған ауданына барып, енді өздеріңіз білетін Түпқараған ауданында балықшылардың көпшілігі. Сонымен қатар айта кету керек, осыған дейін осы Маңғыстау облысының балық шаруашылық басқармасы ашылғанына да 2 жылдан астам өтті. Қазіргі таңда осы өңірдің белсенділерімен, балықшыларымен, бірлескен ассоциациялармен бірлесіп жұмыс жасаудамыз. Яғни өңірдің ерекшелігін ескере отырып, табиғи тұрғыдағы балықшылардың көтерген мәселелерін олын айта кету керек. Мына біздің Каспий теңізінде кәсіпшілік балық аулау кезінде ау құралдарына көбінесе түсетін котун балығы осы қызыл кітапқа енгізілген. Осыны 22 жылы ғылыми зерттеу ұйымдарымен бірге зерттей отырып, котун балығын қызыл кітаптан шығарып, осы 2023-24 жылға 200 тонна лимитке квотаға берілді. Сонымен қатар бізде қазір шаян, рак, ол да мекендейді осы су айдынында. Оған да заңды түрде аулансын, кәсіпшілік түрде ауласын деп 7 тонна аулауға квота бөлінді. Қазіргі таңда осы шаянның мысалы тек қана 3 тонна ғана игеріліп отыр. Әлде де бар. Енді алда уақытта біздің міндетіміз балық шаруашылығын дамыту. Осы дамыту бағытында біз жан-жақты инвесторларды да тартудамыз. Яғни атап айтқанда қазіргі лимитімізді 11.152 тонна бөлініп кетсе, осы 24-тің 1 шілдесінен бастап бізде кәсіпшілік балық аулауға бөлініп отқан лимит 44.700 тонна. 24 участке 16 табиғат пайдаланушыға бекітілген. Балықшылар сол 16 субъектіге балықшы жұмысшы болып тіркеледі. Олардың өздері аралар шарттар бар. Ол бизнес өкілдері, олар біз кәсіпкерлер, біз олардың арасында қандай шарттар. Балықшы аулаған балықтарын субъектілер қабылдау керек өздері. Олардың арасында шарт бар. Оларға мүмкіндік жасау керек. Бұл бойынша көтеріліп жатқан мәселе, ал субъектілердің балықшылардың айтуы, бізде қабылдау пункті жоқ дейді. Мына жерден елді мекеннің айналасында қабылдау пункттері бар. Түпқараған, Қызыл өзен болсын, Құрық ауылы болсын. Мына алшақ елді мекендеріне тыс жерде балық қабылдау пунктін ашып орнату, ол мына субъектілерге, табиғат пайдаланушылар, кәсіпкерлерге өте шығынға болып тұр. Себебі ол жерде салқындатқышын, тоңазытқышын қою керек. Ол жерде өзінің шығындары бар, движок мотор қосылу керек, свет беретін күндіз-ақ. Ол жерде қаншалықты балық, ондай балықшылар ол жерге балығына келіп тапсырады деген. Ол жерде де субъектілердің де несін қарауымыз керек. Егер де біз субъектілерді ондай міндеттеп қабылдау ниететін болсақ, біздің нарықтың бағасы, балықтың бағасы өсіп кетуі мүмкін. Себебі олар өздерінің шығындарын есептеп кетеді. Сондықтан жан-жақта қазір барлық мүмкіндіктерін беріп отыр. Бірақ балық қабылдау, Аташфишпром деген бар. Бізде ол қазір ол үкіметтен ешқандай субсидия алып отқан, ол өзінің мүмкіндігіне қарай, көлеміне қарай қабылдау, сақтау, оның да шектеулер бар, көлемін тоңазытқа сақтау байланысты. Одан бөлек мына бізде море продукты дейтін Ақтау қаласында да бар. Өзінің жылына 100 тонна балықты өңдеп отыр. Море продукты өзінің осы жерде қаланың ішінде 3 сауда нүктелері бар, сол жерде сатып отыр. Егер де субъектілерге өздері келісіп, балықшылар
жануарлар дүниесін пайдалану рұқсатнамасын алған өзінің мекемелеріне балықтарын соларға тапсыру керек негізі. Енді бірақ тапсырайық десек жаңағыдай жағдай дейді. Олардың өздерінің арасында келісім шарттары өздері, біз оған араласа алмаймыз. Ол мекеме. Қалай шешуге болады соны? Енді біз қазір біз бұл қандай да құқықтарды, заңдарды, қағидаларды уәкілетті орган бар. Осы енгізетін біз өз тарапымыздан, жергілікті атқарушы орган тарапынан қазір уәкілетті органға, яғни ауыл шаруашылығы министрлігі, балық шаруашылығы комитетіне ұсыныстарымызды жіберіп жатыр. Өзіміз міне күні кеше облыс әкімі де тағайындалды, Нұрдәулет Игілікұлы, оғылымен де қазір осы облыстың өзіміз іс-шара жоспарын жасап жатыр. Балық шаруашылығын дамыту. Бұл жерде балық шаруашылығы, яғни тек қана балық аулаумен ғана емес, балықты қорғауды да, ғылыми зерттеу ұйымдарын да осы өңірде ашып, ғылымсыз бұл жерде ешқандай да бір балық шаруашылығын дамыту қалай айтайын, негізсіз болады, сондықтан ғылымдарды да тартудамыз. Ол кісілерді мен ол ағаларымызды өте жақсы танимын. Кезінде осы Маңғышлақ флот дейма, аулаған кезінде бүкіл заводта жасаған адамдардың ағаларым ұрпағы дейді ғой, Маңғышлақ флот жасаған ағаларымыздың бірі, ардагерлердің. Ол кісіден сұрайтынымыз, білетініміз көп. Сұрау керек, білуіміз керек. Әрине қазір біз осы бойынша бағана айтып отырғаным, кәсіпшілік деңгейде, кәсіпшілік дегеніміз яғни үлкен кемелермен аулауға, сондықтан сол инвесторларды тартуда, шақырудамыз өңірге. Үлкен нелерді, мынау қазіргі резен қайықпен, байдымен аулаған ол кәсіп емес әрине. Сондықтан біз сол жағын қарастырудамыз. 2022 жылы мемлекет басшысы осы өңірге келгенде бірқатар тапсырмалар берілді. Сол бірқатар тапсырманың ішінде браконьерлікпен де күрес, және Каспий ит балығының популяциясын сақтап қалу бойынша резерват құру тапсырмасы берілді. Осы бойынша жол картасы жасалды. Банағы уәкілетті органмен тапсырыс болып, ғылыми зерттеулер жүргізілді. Каспий теңізінде ғылыми зерттеу жүргізілгенде, біздің мына үлкен аралдарымыз, балық аулайтын айналасындағы сол жерлерден резерват құру шекарасы белгіленген болатын. Соны Түпқараған ауданында, біз ұсыныспен Түпқараған ауданында жиын өткіздік. Бана уәкілетті орган тарапынан және ғылыми зерттеу ұйымдарының. Сол жерде банағы балықшыларымыз, банағы мейір деген ағаларымыз бәрі өз уәждерін айтты. Бұл жерде кәсіпшілік балық аулау жүргізілуде кедергі келетін, және бұл банағы аралдарды резерватқа кіргізбеу. Ол жалғыз бізде кәсіпшілік болуымыз ертең алдағы уақытта туризм бағытында да. Сондықтан бұны артынан кейін қайыралып, уәкілетті органдармен, яғни балық шаруашылығы комитетінің өкілдерімен келіп, қайтадан осы қалада өткізілгенде бір шешім қабылданды. Аралдар бұл неге резерватқа кірмейді. Соның арғы су несімен айналдырылып, ол резерватқа бекітілуде. Ол балықшылардың, банағы ағаларымыздың ескерілді, ескертпелер. Әрқашанда бармыз, біз кездесуге, мен өзім Түпқарғанға да ауданына барып тұрамын, кездесу бойынша жиын өткізу, әкімдігімен, себебі көп көтерілетін өзекті мәселелердің бірі. Айтып отырмын, бұл жерде балық шаруашылығын дамыту, біз екі салада жүріп жатырмыз да, банағы кәсіпшілік балық аулау және балық өсіру жағына. Негізгі қазіргі таңда біздің ұстанымымыз балық аулаудан балық өсіруге көшу. Яғни біздің табиғи ортамыздағы популяциямыз сақтау, сондықтан біз қазір балық өсіруге де көшудеміз. Сол бағытта дамытуға инвесторлар тартып, сол бағытта қолға алудамыз.